Bismillahirrahmanirrahim. Günümüzde жиі қойылатын сұрақтардың бірі, қоғамда қойылатын, талқыланатын сұрақтардың бірі, ауруынан, оңалуынан үміті бар науқас, немесе жолаушы адам оразасын үзіп, кейін қаза қылып өтесе болады ма деген. Бұған дәлел ретінде Алла Субхана Тағаланың Бақара сүресінің 183-185 аятына тоқталатын болсақ, Алла Тағала санаулы күндерде, сонда сендерден кім ауру немесе жолаушы болса, басқа күндерде өтер. Және сондай ораза күш келетіндер, кәрі не аурулар бір міскіннің тамағын төлесін. Сонда кім ынтығып артық хайыр қылса, ол өзіне жақсы деген. Яғни оңалуынан үміт бар науқас кісі Рамазан күндері ауырып қалса, немесе сапарға шықса, сол күндері ораза ұстамай, кейін тұтпаған күндерінің орнына қаза қылып өтеуі үшін осы жоғарыда оқыған аятымыз дәлел болады екен. Сондықтан ораза ұстаған адам ауырса, науқасынан жазылу үміті болса, яғни айығу созылып кейінге қалса, Рамазан айында ораза ұстамауы мүмкін. Алла Тағала науқасына байланысты оған рұқсат берген. Сонымен қатар Рамазан күндері сапарға шыққан жолаушы да оразасын үзе алады. Сапардан оралған соң Рамазанның қалған күндерін ұстай береді. Ал Рамазан айы біткен соң сапарда қанша күн болса, сонша күн қазасын өтейді. Егер сапарға шыққан кезде сапар ауыршылығы болмайтын болса, онда сапарда да ораза ұстауға болады.